қыз келіншектер білсем екен, дамысам екен деген бір көкіректері ояу, білімге құштар заман. Бірақ осы тұста екі насихат, екі білім бағыты қаптасқан сияқты. Бірінші ол жаңа мешіттерде ұстаздарымыз арқылы келетін уағыз насихаттар болса, екінші бұл психолог, коуч, менторлардың айтатын кеңестері. Осы екі түсті бірге қатар алып жүруге бола ма, және айырмашылығы бар ма? Қазақта керемет сөз бар ғой, торғайды сойса да қасапшы сойсын дейтін. Ол кісілерге барып ілімді алса да бәрібір жүректері қанағаттанбайды. Өкінішке орай кейде адам өзінің нәпсісімен тез жауап, тез оны бір мақтайтын, ақтап алатын эзотерика, нумерология, сюцай, сондай жолдарға да кетіп қалады. Алла тағалам тура жолдан айырма. Кез келген қазақ даласындағы, кез келген қазақтан қара домалақ ұл мен қызы баласы фатихамен ықыласты білу керек қой. Муфтият ресми түрде осы сюцай, нумерология туралы қандай пәтуа береді? Орамал таққаннан кейін бір чудо басыма түсе салады деп емес. Алла тағала бізге бұл Құранда бұйырды. Алла үшін мен Алланың бұйрығын орындап жатырмын. Мен оған иман келтірдім деп табу керек. Ақида сұрақтары болсын, басқа да фиқса сұрақтары болсын, бірден ChatGPT-ға жазу әдетке айналып кетті. Тұрмыстық мәселелер, анау харам ба, мынау бола ма, болмай ма деп. Сол қаншалықты ChatGPT дұрыс жауап береді? Негізі ең дұрыс білім ол кітап қой. Ассалаумағалейкум, құрметті Витамин сөз подкастының құрметті көрермендері. Бұл подкастта өздеріңіз білетіндей танымдық, ағартушылық, мотивациялық, пайдалы әңгімелер айтатын боламыз. Сіздермен бірге бүгін мен қызметте жүргізушісі Ботагөз Нұрланқызы. Кезекті подкастымызды бісмиллах деп бастасақ, бүгін біздің подкастымыздың кезекті құрметті де қадірлі қонағы, мен үшін ерекше жан, себебі қасиетті Құран кітабын араб тілінде оқуыма себепкер болған өмірлік ұстазым, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының әйел қыздар секторының бас меңгерушісі Динара Құтқожақызы. Динара ұстаз, подкастымызды қолдап, алтын уақытыңызды бөліп, біздің көрермендерге пайдалы болайын деген ақ ниетіңізбен келгеніңізге Алла тағала разы болсын. Әумин, айтқаныңыз келсін. Уалейкум ассалам. Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Аллаға шүкір, жақсы. Аман есенбіз. Рахмет. Өте қуаныштымын сіздің осы Витамин сөз подкастына келіп жатқаныма. Әдетте ресми сапарларда, ресми подкасттарда жүремін ғой. Енді мынау бір басқа қырынан өзімді аша білетін, басқа қырынан жаңағы барынша Алла тағала аузыма сөз салып, бір жақсы қайырлы, берекелі подкасттардан болсын деп тілеймін. Әумин. Ұстаз бен шәкірттің ашық, жайлы әңгімесі болсын. Еркін. Ал онда бастасақ, ұстаз, ең бірінші ұстазбен подкаст болады дегенде көкейіме келген алғашқы сұрақ. Қазір замандағы, қазір қоғамда маған ұнайтын бір тұстардың бірі қыз келіншектер білсем екен, дамысам екен деген бір көкіректері ояу, білімге құштар заман. Бірақ осы тұста екі насихат, екі білім бағыты қаптасқан сияқты. Бірінші ол жаңа мешіттерде ұстаздарымыз арқылы келетін уағыз насихаттар болса, екінші бұл енді көп жағдайда әлеуметтік желілер арқылы мынау психолог, коуч, менторлардың айтатын кеңестері. Осы тұста намазхан, діни адамдар мысалы психологияны игнорировать етіп, ал керісінше жаңа діннен алыс адамдар тек қана психологияда ғана білім алмай, осы екі түсті бірге қатар алып жүруге бола ма, және айырмашылығы бар ма екі осы даму құралының? Түсінікті. Шындығында қазіргі таңда енді дамыған уақыт деп жатырмыз. Мына ғаламтор жүйесінде көптеген әсіресе діни бағытта айтатын бізде мамандар көбейіп кетті ғой өзі. Шындығында қайсы ұстаз, қайсы психолог уағыз насихат айтып жүрген адамдар, яки уағыз насихат айтып жүрген адамдар жаңа психологияны қосымша оқып, сонымен де жаңағы параллелін дейміз ғой, бірге насихат айтып жүрген жандар бар. Енді ең алдымен әрине Алла тағаланың Құран кәрімдегі аятпен, Алланың сөзімен бастағым келеді. Зумар сүресінде Алла тағала айтады: білгендер мен білмегендер тең бе дейді. Бұл бір жағынан бізді ойландыратын нәрсе, аятта білгендер мен білмегендер тең ба деп сұрақ қойып тұр да. Мысалы, енді қараңыз, жаңа айтып жатыр ғой, діни бағыттағы ағартушылық насихат айтушы мен коуч дейміз, психолог дейміз, тағы да басқа маман иелері.
оларда қазір уағыз насихат неше түрлі әртүрлі марафондар, осы уақытқа дейін енді әбден жаңағы халыққа, қыз-келіншектерге біраз дүниелерді үйретіп келді ғой. Енді екеуінің айырмашылығы әлбетте бар. Енді діни ағартушылық, жалпы діни сала, маман, ол кәдімгідей жоғарғы оқу орнына дейін бірінші медресенің табалдырығын аттап, жаңа 2 жылдық 3 жылдық медресені оқып, одан кейін барып жоғарғы оқу орнында 4 жылдық университетте оқимыз. Яғни жылдар бойы ол жерде діннің насихатын, яғни соның ішінде Құран болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жалпы хадистер жинағы болсын, ақида сабағы дейміз, яғни иман негіздері, ислам негіздері, жалпы шариғаттың ілімін маман жоқ дегенде, медресені қосқан кезде жоқ дегенде бір 6-7 жыл оқиды, негізгі маман. Яки университет оқыса 4 жыл оқиды. Ал енді психологтардың маманы олар да 4 жыл оқиды. Ал енді бергіректе шығып жатырған жаңадан атаумен шығып жатқан жаңа коуч дейміз, коуч, ментор деп жатамыз, тағы басқа деп жатамыз. Оларды қарап отырсақ, көбіне жаңағыдай 2 айлық, 3 айлық курспен ғана шектеліп қалады. 4 жылды оқып ондай маман мысалы шығып жатқан көріп жатқан жоқпыз. Сондықтан қысқа мерзіммен ұзақ жылдар уақыт бойы ілім алғанның екеуінің айырмашылығы әлбетте жер мен көктей болады. Сол үшін діни маман негізі жаңағыдай қазақта керемет сөз бар ғой, торғайды сойса да қасапшы сойсын дейтін. Яғни дін маманын оқыған адам, ұстаз, ол діни өзінің дін маманын айту керек. Яғни шариғаттың шарттарын, ілімдерін жеткізу керек. Психолог ол да кәдімгідей ғылым. Оның да кәдімгі университетте арнайы факультетпен 4 жыл оқиды. Оның да дипломы бар, қорғап шығатын. Енді осы жерде психологтардың қазіргі таңда діни тұрғыда ақпарат беріп жүргені, ұстаздың беріп жүргені, яғни 4 жыл бойы оқыған екеуінің айтқан кезде көбіне оқырмандар, жалпы қыз-келіншектер қауымдығы психологиялық жағын, жаңа психологтардың айтқан марафондарын алып, сөйтіп кетіп жатады. Ал енді 4 жыл бойы толыққанды білімді сіңіріп алған білікті маман, жаңағыдай мешіттің төрінде дәріс беріп отырған кезде, оларға көбіне қарапайым кәдімгі үйде отырған декреттегі қыз-келіншектер, апалар, әжелер, студенттер секілді қыздар барып оқиды. Сондықтан білім алған кезде мен айтар едім, кәдімгідей мешітке, егер діни білім алатын болса, мешіттегі ұстаздарға барып алу керек деп. Енді өзімнің негізгі қызметім ұстаздық болғаннан кейін, 17 жыл, 18 жылға кетіп бара жатыр, мешіт қабырғасына көптеген қыз-келіншектер келеді. Бірақ соның ішінде енді мен бұл жерде жаңа психология немесе коуч мамандарын жоққа шығарып деп отырған жоқ. Ол кісілерге барып ілімді алса да, бәрібір жүректері қанағаттанбайды. Өйткені ұстаз осы уақытқа дейін пәленше деген психологқа бардым, пәленше курстарды оқып алдым, бірақ осы алған ілімім әлі де маған жетіс, бір нәрсе шикіт сияқты бойымда. Әлі де өзімді түзетумен келе жатырмын. Қанша білім, қанша курстарды, марафондарды алып алдым, бірақ жүрегіме сонда да бір тыныштық таппай жатырмын деп қаншама қыз-келіншектер мешіт қабырғасына келеді. Сол кезде ол кісілермен сөйлесе отыра, біз әлбетте Құранның аяттарын, жаңағы біздің жүрегімізді тыныштықты не береді? Алланы еске алумен, ол намаз арқылы, ол ораза арқылы, ол садақа арқылы, ол Құран оқу арқылы, яғни жүректер тыныштық табады дегеніміз осы нәрсе. Сондықтан біз ол кісілерді Құранға, яғни діни сауат ашу 3 айлық курсы болады ғой, сол курсқа жаңа бағыттап, жетектеп, сол жаққа қарай бағыттаймыз. Кейін діни оқуды алып, намазды толыққанды үйренгеннен кейін барып, алған психологиялық ілімі бар, діни ілімі бар, жаңағыдай толыққанды бір киімі толық адам болады ғой, сол секілді өздеріне жүректерінің мазалаған дүниесінің жауабын алады. Осы тұрғыда енді шәкірт пен ұстаздың әңгімесі деп жатыр ғой, өзімнің бір жеке мысалымды бөліскім келеді. 9 жыл мен батыс психологының терапиясында болған адаммын. Ол терапияда ұзақ уақыт сен өзіңді, әлемді тануға тырысудасың, бірақ жүрегің шынымен де тыныштық таппайды. Енді басқа адам туралы айтуға аулақпын, мен жеке өзімнің басымнан өткен өзімнің немді оқиғамды айтсам, сол кезде ойладым, неге батыс психологиясы маған тыныштық бермей жатыр, мен өзімді тауып жатырмын ғой. Бірақ ол жерде эгоцентричный, яғни сен, мен деген бұл әлем менен басталады, мен туралы екен деп қалған адамға бұл әлемнің жүгін көтеру қиындайтын сияқты. Өйткені
барлығы жаңағы отбасы бақыты маған байланысты, менің табысым маған байланысты, менің сонда бақытым маған ғана байланысты деген адамға бұл әрине әлбетте Алланың әлемі бұл жерде сен туралы емес екенін көтеру, білу қиын. Сол себептен шынымен де мешітке барып тек қана Алласын таныған адам ғана жүрегін тыныштық таба алады. Өйткені ол психология жағынан кейбір кездерде емес, жалпы енді оның пайдасы зор, бірақ ол уақытша ғана. Уақытша бір эмоцияны басу мүмкін, уақытша бір жаныңызға тыныштық сыйлауы мүмкін. Тіпті психолог мамандардың өзі бастарына шынымен бір өмір болғаннан кейін барлығымыздың басымызда бір сынақ болады ғой. Сондай кезде өзінің мамандығы өзіне көмектесе алмаған кезде бізге келген күндер де болды. Сол кезде кәдімгі Құранның аяттарымен, Алла тағаланың ескертуімен, пайғамбарымыздың өміріндегі болған оқиғалармен, жаңағыдай, енді пайғамбарымыз саллаллаху отбасында кішкентайынан жетім қалғандығы, қаншама жаңағы дінді насихаттаған кезде жаңағы мүшриктердің қарсы шыққандығы, қастандық көрсеткендігі, соның барлығымен жаңағыдай пайғамбарымыз өзінің иманымен, сабырлығымен, сондай қиянат жасай тұрса да жаңағы дұшпандарына жақсылық тілеумен, дұға етумен болды. Сондай кезеңдердің барлығын дінмен ұштастыра, дәстүрімізбен ұштастыра, сол кісілерге насихатты жеткізген кезде, әсіресе Құранның аяттарын жеткізген кезде, кәдімгі көздеріне жас алып, дінге деген былай бетбұрыстары, имандылыққа, намазға келіп, кәдімгі 5 уақыт намаз үйренген осы психология мамандығымен жұмыс жасап жүрген ханымдар өмірімізде кездесті. Сонда ұстаз, сіз былай айта аласыз ба, қазір өз-өзін таппай, мен кіммін, мен не үшін дүниеге келдім деп миссиясын, өзінің жолын таппай жүрген адам психологиядан айналып, бірден мешітке барып, ұстаздарға келіп өзінің сұрағына жауап таба алады деп? Таба алады деп толыққанды айта аламын. Өйткені Алла тағала не дейді, адам баласы өзі өзгермейінше мен оны өзгертпеймін дейді. Яғни біз өзіміз өзгеру үшін не істеу керекпіз? Жалпы бізге жаман мен жақсыны, адал мен арамды, тура жолды Алла тағала өзі осы Құран кәріммен көрсетіп қойды. Кімде-кім екі дүниеде де бақытты болғысы келсе, мінекей илахи дін, яғни илахи кітап біздің Құран кәрім. Кімде-кім Құран кәрімді жіптей байлап ұстайтын болса, ол не болады? Ол отбасы сондай берекелді болады да. Неге? Себебі пайғамбарымыз хадистерінде келеді, жалпы Құранның өзінде де ескертіп келеді. Мына Құран оқылмаған үй дейді, азан шақырылып Құран оқылмаған үй құлып байланып тұрған қараңғы бір үй секілді дейді. Қараңғы үйге, мысалы, ескіріп қалған бір адам тұрмайтын үйге кірсеңіз, жаңағы пауығы бар, басқасы бар, шаң басқан бір қараңғы суық болады, ол үйге, яғни адам бірден кіріп келіп жатып кете алмайды. Дәл сол сияқты дейді. Ал Құран оқылған үй дейді, ол кәдімгі бір шам жанып тұрған сияқты дейді. Яғни жарық береді, жылу береді, айналасының барлығына кәдімгідей көре алатындай жылулық береді. Сол сияқты Құран бізде екі дүние бар ғой енді. Екі дүниенің барлығы ақиқат. Сондықтан кімде-кім Құранға жабысатын болса, кімде-кім Құранға иманмен, жүрекпен келетін болса, бізге ол екі дүниеде бақытты болатын, бақытқа жетелейтін, былай айтқан кезде жолдың техникасы ғой. Машалла. Онда біздің қазір бізді қарап отырған көрермендер кез келген бір сұрағымен, өзінің ішкі бір дертімен, кез келген мешітке барып, кез келген ұстазбен осындай сұхбаттасып, рухани әңгімелер айта ала ма? Қаншалықты біздің ұстаздар мешітте қызметке дайын? Бізде енді кез келген уақытта, енді былай айтқан кезде 27-те, 24-те 7 деп жатамыз ғой, мешіттерде жексенбі күндерде де ұстаздар өзінің кезегімен таңертең 9-дан кешкі 6-ға дейін мешітте қызметте. Әр мешітте? Әр мешітте. Қазақстан бойынша, енді мен әйел қыздар секторының 2016 жылдан бастап ашылды. Содан діни сауат ашу курсы осы уақытқа дейін жұмысын жасап келе жатыр. Және де осы діни сауат ашу курсының жанынан ашылған қыз-келіншектер келетін болғаннан кейін әжелер мектебі, аналар мектебі, қыз-келіншектер клубын ашып қойдық. Неге? Себебі діни дәрісін, жаңағыдай Құраны, намазын, діни сауат ашу курсын оқығаннан кейін соның ішінде оқып жүріп, параллельно қыз-келіншектер клубын аштық, келіп өзінің құрбыларымен танысып, өзіне ортақ тапсын деген мақсатпен. Өйткені біреу жаңа енесімен келіспей қалады, біреу анасымен, біреу құрбысымен, ішкі жан дүниесін шертетін
яғни бір орта керек ол адамға. Ақжаулықты аналар мектебін аштық. Неге? Себебі қоғамда қазір айналайын деп арқамызды сипайтын әже жоқтың қасы. Иә, сол үшін әжелер келген кезде, әжелер өмір көрген ғой, ол кісілердің әрбір сөздері біз үшін ғибрат. Мектеп былай айтқан кезде біздің салт дәстүріміз бар, ғұрпымыз бар. Сол насихатты ол әжелер жай ғана әжелер емес, ол кісілер текті әжелер. Біреуі мектепте мұғалім болған, кезінде дәрігер болған, кезінде жаңағы завуч болған деген секілді үлкен мамандық иелері пенсияда үйде отырған, яғни зейнеткерлікке шығып. Енді үйде құр отырмай, Құранымды оқиын және білгенмен бөлісейін деп келіп отқан апалар. Сондықтан жаңағы мешітке келген кезде жаңа қыздар айтады, ұстаз мешітке келген кезде андай бәрі бар дейді да, күйеуім тауып беріп жатыр, ата-анам бар, шүкір, қызметім бар, табысым жаңағыдай, киген шубамда бар, сумкамда бар, бәрі де бар, жаңа брендтерде анауда мынауда бәрі бар, бірақ бір нәрсе кейде жетіспейді. Сол кезде мешітке келіп отырам дейді да, ештеңе істемесем де мешітке келіп дұғамды жасап отырам, намаз оқып та білмеймін дейді. Талай жаңа мынандай тырнақпен келген қыз-келіншектер болды. Жаңағы енді келгеннен кейін сізге бір көмек қажет па, қандай көмек сізге көмектесе аламын деп кейде жылап отырады. Сондай кезде жаңа қасына барып хал ахуалын сұрайық деп барған кезде айтады да, бізде бәрі бар дейді, бірақ мына жерім тыныш емес, мына жерім ауырып тұр дейді. Енді ашығын айтқан кезде мына жер дейді, не ол бізде жүрек қой. Жүрек, иә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы жүрек жайында айтады, адамның денесінде бір кесек ет бар дейді. Егер ол ет түзу болса, бүкіл дене түзу болады. Егер ол ет бұзылса, бүкіл дене бұзылады. Біліп қойыңдар, расында ол жүрек дейді. Енді қазір екінің бірінің жүрегі тыныш емес, келген ортада. Сондықтан енді 17-18 жылға кетіп бара жатыр ғой, көптеген қыз-келіншек әртүрлі мәселелермен келеді. Сол кезде айтамын ғой мен, енді сонда сіз намаз үйренгіңіз келе ма, әлде сізге бір не оқып берейін, жаңа Құран оқып берейік, имамдарға бар дем салдыртып алыңыз деп. Сол кезде кетіп бара жатырып айтады ғой, ұстаз осы мешітке жаңағыдай біреу күйеуімен келіспей қалады, біреу баласымен келіспей қалады, әртүрлі проблемалар қоғамда көп. Сол кезде мешітке келсем, ана мешіттің тыныш дейді да, сөйтіп отырған кезде жаңағы Құранның дауысы, енді кісі келіп жатыр, кіріп жатыр, ана Құран оқитын жер дейтін енді толып тұр ғой кәдімгі адамдар. Шерпектерін келіп толтырып қойып кетіп жатады, кезек оқып жатады. Сол кезде айтады да, мына оқып жатқан тып-тыныш дейді мешіттің іші, тек қана Құранның дауысы шығып жатыр. Сондықтан отыра бергеннен жүрегім, ішкі жан дүнием рахаттанады дейді. Осы жерде ұйықтағым келеді ғой ұстаз деп. Сөйтіп сондай іш жан дүниесімен келген кезде, сабақтан кейін жаңағы қыздарымызбен кейде дастархан жайып жатамыз өзіміз. Сол жерде қыздарды біз тек қана діни дегенде Құраннан жаңағыдай діни білім беріп қана қоймай, әрбір әйел адамның ішкі жан дүниесімен сөйлесеміз ғой. Келген адам ол өзінің рухани ауру болып келіп тұр, яғни оның ішкі жан дүниесі ауру келіп тұр. Ол бәлкім жаңағы 5 уақыт намаз үйреніп алуға келіп тұрған жоқ шығар, бәлкім ол жаңа Құранның тәжвидін үйреніп аламын деп келіп тұрмаған шығар, бірақ негізгі ниеті оның Алланы іздеп келіп тұр да, яғни жүрегі Алланы іздеп келіп тұр. Келгеннен кейін оның ішкі жан дүниесін, руханият әлемін Құранмен сусынданып, білім алып, өмірлік тәжірибелерден бір апаның ғибратты сөзін тыңдайды, бір апа оның арқасын жаңа басын сипайды, бір қызымыздың басынан өтіп жатқан қиындығын айтады. Сол бір-біріне қарап жаңа шүкір етеді да, іштей. Маған қарағанда шүкір екен ғой, пәленшенің байыз жаңағыдай күн көрсетпей жатыр, пәленшенің күйеуі жаңағы ата енесі қысым көрсетіп жатыр, анаған қарағанда менің проблемам түк те емес екен ғой деп, жаңағы өзіне недовольны болып, жүрегі тыныштық таппай келген әйел адамдар жан жағындағы адамдардың сынақтарын естігенде Алласына, Алла тағала саған шүкіршілік ете, менің сынағым бұл кісіге қарағанда жеңіл екен ғой. Тәуба деп Алланың берген рызық несібесіне шүкір етіп кетіп жататын жандар бар. Машалла, керемет. Бірақ өкінішке орай, адам жана жүрегі тыныштық таппай ауырған кезде ол жауап іздейді әлбетте. Бірақ әртүрлі құралдардан іздейді. Алла тағала мейірімен жүрекке, мешітке бар деген ойда салу мүмкін, бірақ өкінішке орай кейде адам өзінің нәпсімен тез жауап, тез оны бір мақтайтын, ақтап алатын бір құрал іздейді да, көбінесе эзотерика, нумерология, тағы да сюцай, сондай жолдарға да кетіп қалады. Неге? Себебі жаңа айтып жатырсыз ғой, жүрегіне тыныштық іздейді деп. Енді сол жаңа адасатын уақытында, яки сол дұрыс емес жерлерге баратын уақытында тура жолды көрсететін бір енді адамдар бәлкім себеп болмай қалуы мүмкін, басқа бір теріс жолға алып келеді. Сондықтан әрбір
адам жаратылысында бәріміз Алладан және Аллаға кетеміз, иә. Сол үшін жатар кезде болсын, әрбір тұрғанымызға Алла тағалам тура жолдан айырма. Кез келген қазақ даласындағы, кез келген қазақтың қара домалақ ұлы мен қызы баласы фатиха мен ықыласты білу керек қой. Мағынасымен түсініп алатын болса, Алладан басқа құдай жоқ, оның туылмады да тумады, әйел балашығы жоқ. Хақ Алла тағала, тек қана Алладан ғана келеді және Аллаға айтамыз деп. Және осы дұғаны үнемі өзіне айтып отыру керек. Алла тағала мен тіпті адасатын халге түскен жағдайда да мені тура жолға салып жіберетіндей сиротал мустақим, иә, сиротал мустақим дейміз, яғни тура жолыңнан адастырмай өзіңнің тура жолыңда жүруді нәсіп етші деп дұға ету керекпіз. Адасатын болса, қазір адам ашуға берілсе барады да дүкендегі ащы суды іше салуы мүмкін. Адам ашуланғанда кез келген адамды тыңдап, жаңа Құдай сақтасын, Аллаға серік қосып, палшы дейді, тағы басқа дейді, неше түрлі жаман Аллаға серік қосатын дүниелер бар ғой, жаңа суцай дейді, тағы басқа дейді, нумерология дейді. Енді қазір не көп, адастыратын дүние көп. Ұстаз, осы тұста біздің муфтият ресми түрде осы суцай, нумерология туралы қандай пәтуа берді? Муфтияттың, енді біздің қара шаңырақтың жалпы пәтуа бойынша бұлардың барлығына тыйым салады. Өйткені Алладан басқа құдай жоқ. Мұхаммед оның құлы әрі елшісі. Ла иляха иллаллах, Мұхаммаду расулуллах, ашхаду ла иляха иллаллах, ва ашхаду анна Мұхаммадан абдуху ва расулу. Яғни Алладан басқа ешқандай құдай жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік етеміз. Алладан басқа кімде-кім Алладан басқа қандай да бір дүниені медит етіп, сеніп, соған сыйынып табынатын болса, Алла сақтасын, ол адам не істейді? Аллаға серік қосады, діннен шығып кетеді. Ең үлкен күнәлар. Ең үлкен кешірілмейтін күнәлардың бірі. Сондықтан кез келген адам жаңағыдай нумерология дейміз, сандарға қарап айтатын, жорамалдайтын, ол жолдан Алла сақтасын. Мына әртүрлі жаңағыдай пәленше бабаның басына барып сұрау, яки бір құмалақшыға бару деген секілді, бұл таза адасушылықтың жолы десек, бұл ақиқат. Сондықтан муфтияттың да, жалпы біздің Құранның да нақты жаңағы айтатыны, ескертетіні біздің муфтияттың пәтуасында осындай дүниелерге сенім, наным танытып барудың өзі, тіпті оны ойлаудың өзі күнә болып саналады. Алла тағаланың кешірмейтін күнәсі. Сондықтан Алладан басқа біз ешкімнен ештеңе сұрамаймыз. Аллаға сыйынамыз, Алладан сұраймыз, Алладан тілейміз. Осы тұрғыда бір жүрек ауыратын суцай дегенді кәдімгідей бұл нумерологиядан бөлек ғылым деп шығарды. Тіпті намазхан, мен мұсылманмын деп 5 уақыт намаз оқитын адамдардың арасында осы суцайды тіпті мойындап кеткендер де қаншама. Енді намаз оқығандардың арасында деген кезде көбісі кейде тіпті адамдардың өздері не үшін намаз оқып жүргенін білмейді. Кейбір адамдардан сұраймыз ғой, намазды не үшін оқып жүрсің деп. Тек қана жаңағы өзінің қажеттілігіне сақтану үшін, жаман ауруға ұшырап қалмау үшін, жаңа ақша үзілмей жағдайы болу үшін, бала шағам аман жүру үшін, кейде намаздың не екенін түсінбей жатады, дәреттің не екенін түсінбей жатады. Тіпті дәрет алудың өзінің шарттары бар, кішкентайда болса да элементарны барлығын шариғатта кәдімгі рет-ретімен қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс, қайсысын жасау керек нетіп қойған, көрсетіп қойған. Мысалы, үйдің есігінде құлып болмаса, біз үйге кіре алмаймыз. Оны есікті ашу үшін, үйге кіру үшін бірінші құлыпты салып, есігін ашып, солай барып кіреміз. Дәл сол сияқты намаз оқу үшін алдымен біздің дәретіміз дұрыс болу керек. Сол үшін мешітке келген кезде жаңағы тырнағы ашық яки шашы көрінетін әйел адамдар болса, апалар ғой көбіне андағы шалбармен намаз оқуға болмайды, шашын көрініп тұрды, апалар ұрсады деп жатады кейде. Енді апалар ұрыспай айтсын, күнінде қаншама қыз-келіншектерге ескертіп жатырмыз мысалы. Сондықтан енді жақсылыққа тәрбиелеп жатыр ғой. Кімде-кім ұрсып ескертетін болса, ол сол адамға жаны ашып, қателікке жол бермесін деп айтып жатқанның белгісі ғой. Сондықтан енді ислам діні көркем діні болғаннан кейін, әрине біз барынша ең бірінші жаңағыдай иман мәселесінде жаңағы білім алуға шақырамыз. Намаз оқу үшін де білім керек. Құлшылық жасау үшін де білім керек. Өйткені неге? Ең бірінші пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Құран түскен кезде бірінші Алақ сүресі түсті. Иқра, яғни оқы, Раббыңның атымен оқы деді. Ең бірінші осы аят, алғашқы 5 аят түсу арқылы адам баласына Алла тағала ең бірінші білімді талап етеді.
білім алмайынша адам баласы не істейді, жақсылыққа жете алмаймыз. Білім алмайынша тіпті біз намазды қалай оқитынын білмей ұстаздың алдына барып дәретін қалай алу керек, намаздың рәкаттары қандай, ол жерде қандай дұғалар, сүрелер оқылады, қалай реттілігімен болады. Біздің құлшылығымыз дұрыс болмайынша біз Алланың құзырына шыға алмаймыз. Алланың құзырына шығу үшін, яғни Алланың алдында тұрып намаз оқуымыз үшін біздің дәретіміз дұрыс болу керек, құбыламыз дұрыс болу керек, әуретіміз жабулы болу керек, ой дәретіміз болу керек, бойымызға, яғни ғұсыл дәреттеріміз, құбыламыз, намазымыз, одан кейін барып тәкбір алу арқылы біз намазға солай кіреміз. Яғни әлемдердің Раббысының алдына бару үшін дайындық дұрыс керек болады да, өзінің жолымен. Тіпті адамның алдына келу үшін де, адамдардың осы подкастта адамдардың алдына шығу үшін қалай әдемі киіндік, әдемі орамалымызды тақтық, кәдімгідей сөзімізді қалай сөйлейтінімізді сұрақтарға дайындалдық деген секілді. Ал енді ойлаңызшы, адамның бастықтың алдына барсақ та дауысымызды түзеп, қазір не айтамыз деп, жаңағыдай кірген кезде шалқайып кірмейміз ғой, есікті қағып, кішкене кішіпейілдік көрсетіп, амандасып кіреміз. Әдеппен. Ал енді әлемдердің Раббысы Алла Тағала біздің өзінің құзырына, яғни намазға шақырып тұрған кезде, 5 уақыт азан шақырылады. Енді Алланың, әлемдердің Раббысы Алланың алдына тұрған кезде, ол үшін де бізге білім керек та. Дәретті қалай алу керек екенін білмей жататын адамдар бар. Соны үйретеді мешіттің төрінде ұстаздар. Ғұсыл алу, дәрет алу, иманның 40 парызын үйретеді. Яғни осындай ілімдерді алу арқылы біз құлшылық жасаймыз. Сол үшін де, яғни қандай да бір қиындық болсын, қандай, тек қана қиындық емес, кез келген адамның жүрегінде өзі Алласы бар. Яғни кез келген адамның жүрегі жаратушыны, Алланы іздейді. Ал енді Аллаға дұға ету үшін де біз реттілігімен дұға етеміз. Сұрай салып тек қана Алладан ананы бер, мынаны бер деп сұрамаймыз ғой. Бірінші тәртібі бар. Дәретімізді аламыз, құбылаға қараймыз, әуретімізді жабамыз, ұятты жерлерімізді, киімімізді киеміз. Одан кейін бірінші Алла Тағала сен мадақсың, сен рахмансың, сен рахимсің, Алланың 99 есімдерімен ұлықтаймыз, зікір етеміз. Одан кейін барып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтамыз. Одан кейін барып Алладан истиғфар айтып кешірім сұраймыз. Одан кейін барып жаңа ата бабаларымыз дүниеден өтіп кеткен, ол кісілерге Алла Тағалам қорған болды деп дұға етеміз. Солай ретімен келіп барып өзімізге қажетті дүниені сұраймыз. Сол сияқты адам өмірде Аллаға, яғни құлшылық жасау үшін білім керек, оның ретімен Аллаға құлшылық жасау үшін өзінің баспалдағы өзінің жолы бар. Ал енді жолын білмеген адам кез келген нәрсеге сеніп, кез келген нәрсенің артында адасып кетеді. Керемет айттыңыз. Жаңа айтып жатсыз ғой, кейбір адамдар тіпті 5 уақыт намазды не үшін оқитынын да білмейді деп. Дәл солай тіпті орамалды да айтуға болатын сияқты ұстаз. Қазіргі енді ең бір өзекті, жүректі ауыртатын тақырып, өйткені өзіңіз білесіз, әлеуметтік желілерде сүйінші сұрап, орамалын шешіп жатқан әпке сіңлілеріміз қаншама. Енді орамал мәселесі айналып келгенде енді әрбір сұрағыңызды аяттан бастауыма тура келеді. Себебі Алла Тағала Нұр сүресінде, Асхаб сүресінде, Ниса сүрелерінде жалпы 30, 31, 35 аяттарында, Құранның аяттарында, ей иман келтірген мүминдер, яғни әйелдерге, бөгде ерлерден әурет жерлеріңді жабыңдар дейді. Бөгде ерлерден әурет жерлеріңді жабыңдар. Бөгде ерлер деген кім? Бізге махрам бола алмайтын. Яғни бөгде дегеніміз ол біздің әкеміз емес, бауырларымыз емес, басқа адамдар. Яғни сырттағы басқа адамдар. Олардың алдында біз ұятты жерлеріңді жабыңдар, омырауларыңды, бүркеніштеріңді, кеуделеріңді түсіріңдер дейді. Яғни ұятты жерлеріңді жабыңдар деп тұрғаны, әйел адамның бет жүзі ұятты жер болып саналады, ашық болып саналуға болады. Одан басқанда екі ұятты жер болып саналады. Одан кейін қол, мінекей мына жердегі білезік дейміз ғой. Мына осы жер екі қол және екі жаңағыдай аяқ, тобықтан төмен аяқ ашық болса болады. Басқа жердің барлығы жабық болу керек. Енді кімде-кім орамал тағатын болса, ол не үшін тағады? Әдемілік үшін емес, біреудің көзіне көріну үшін емес, сұлулық үшін емес. Ол Құдай Тағала бізге ұятты жеріңді жап дегеннен кейін не істейміз біз? Жауып жүрміз.
иә. Бұл айтқан кезде тамақтың бетінде жабамыз. Неге? Оның бетіне шаң түсіп кетпесін, тозаң, шыбын шіркей түсіп кетпесін деп. Кәмпиттің беті бүкіл тәттілердің барлық заттардың, яғни асқазаннан ішке түсетін дүниенің барлығының бетін жауып әдемілеп қоямыз. Ал енді ойлаңызшы, сіз Алла тағаланың жаратқан сұлу жансыз. Бүкіл ер мен әйелді екеуін салыстырғанда әйелдің табиғатын сұлу қылып жаратқан. Иә, әйел адамның қай жеріне қарасаң да сұлу, кәдімгідей бір-бірімізге кейде тіпті комплимент айтып жататын кез болады ғой. Машалла, көзің қандай әдемі, мұрның қандай әдемі деп, иә, мысалы, ерінің қандай әдемі, дене бітімің қандай әдемі деп, кейбір адамдар, көңілі толмаған адамдар бір-бірлеріне комплимент айтып жатады деген сияқты. Енді әйел адамдардың өзі бір-біріне қызыға қараған кезде, ол сырттағы бөгде адам, былай айтқан кезде, көз зинасын апарады. Еркек адамның қабілеті сондай, Алла тағала әйел мен еркекті екеуін мүлдем табиғатын ерекше қылып жаратқан. Еркек адам көзбен жақсы көретін болса, әйел адам енді көбіне біз сөзбен, құлақпен деген сияқты. Сол сияқты ер азаматтың, бөгде ер азаматтың көзінде әйел адам өзінің ұятты жерлерін жабу керек. Біріншіден, екіншіден, бүкіл ауру сырқаттардан сақтайды. Орамалдың бір киелігі дейміз ба, жақсылығы деп айтсақ дұрыс болатын шығар. Неге? Өйткені адамның шашында плюс-минус дейтін нәрселер болады. Шаң тозаң, бүкіл сырттағы нәрселердің барлығы мына шашқа жабысады. Үшіншіден, әйел адамның мойны, көкірек, омырау ол өте нәзік. Мына кіндік, иә, қыздарымыздың кіндіктерінің ашып жүретіндігі, оның бәрі ескертетініміз, жатырда бала жатады ғой. Яғни жатырда бала жатқаннан кейін ол кіндік арқылы, және мынау омырау бала емізеді, мынау мойын, оның барлығы әйел адамның нәзік жерлері. Қазір көптеген омыраудан және жатырдан жаман ауруға, рак ауруларына шалдығып жатқанның барлығы осы көз зинасынан. Сол үшін зинадан сақтану үшін, бөгде ер адамның ойын бұзбау үшін Алла тағала бізді бір мына тіпті алмас, алтын бриллианттарымыздың өзін Құдай-ау, жаңа үйдегі ең түпкі бөлмеге орап тұрып салып қоямыз ғой. Дәл сол сияқты кез келген ер азамат немесе кез келген әке өзінің қарындасын, өзінің қызын, өзінің кәдімгі бауырына ескерту айтып, сондай бір Алла тағаланың Құрандағы аятын бөгде ерлерден көздерін зинадан сақтау үшін істейді. Жабуды Алла тағала бізге бұйырады. Негізгі әйел адамның сақтануы осы үшін бұйырған, әдемілік. Сонда бізге орамал тағу бұл Алладан берілген бұйрық. Бұйрық, Құранда жазылған бұйрық. Кім Құранды бір киіп, бір шешіп, жаңа тіпті мынандай нәрсе айтып жатады Алла, кейде осындай нәрселерге қатты бір ойламайын десең де андай көз алдыңа келіп тұрады ғой, енді мына ғаламтор болғаннан кейін. Құран орамалға келіп, жүрегіме тыныштық тауып, өмірім өзгерді дейді. Біраз уақыт өткеннен кейін орамалдан мен қысым көрдім, бұл орамалға мен шыдай алмадым, өзімді жоғалтып алдым. Иә, өзімді жоғалтып алдым, өзімді жаңағыдай қиындыққа, қысымға өзімді сондай бір халге түстім дейді. Мен айтам, орамал дейтін, ол ешкім уәде бермейді, орамал таққаннан кейін бәрі сізде күшті болып кетеді деп. Ол орамал таққаннан кейін ол сіз өзіңіз үшін тақтыңыз. Өзіңіздің ұятты жеріңізді сақтау үшін. Өзіңіздің ертеңгі күні Алланың алдында ешқандай еркектің ойын бұзбай зинаға күнә жинамау үшін тақтыңыз. Кім кепіл береді орамал таққаннан кейін бәрі күшті болып кетеді? Әлбетте сіз орамал таққаннан кейін нағыз сынақтар басталады. Өйткені ол орамал тағып Алланың бір қадам жақындағаннан кейін шайтан жай отырмайды ғой. Шайтан азғырады. Бізде орамал тақтық, бізде басында тағып жүрміз, Аллаға шүкір. Енді Алла қанша өмір береді, көзімізді жұмғанға дейін тағамыз, Құдай қаласа. Айтқым келетіні, орамал, айтқым келді? Орамалды тағу сенің жүрегіңе тыныштық сыйлайды деп шайтан өзгеле алдайды. Иә, орамал тақтым деген кезде жаңағы жүрегіме тыныштық таптым деп, табамын деп ойлайды да. Иә, ол жүрекке тыныштық береді орамал. Егер сіз сол орамал таққаннан кейін керісінше жаңағы шайтан лағин бар ғой, азғырушы, әр түрлі адамдар арқылы тиіседі.
сіз сол орамалдың наградасы дейміз ғой, айтқан кезде Алланың алдында бұйрығын орындаған кезде сауабын алу үшін біз сол сынақтардың бәріне төтеп беру керекпіз. Біз сол кезде енді жаңалыққа кіру оңай емес қой, былай айтқан кезде еңбек керек та оған. Намаз оқысаңыз да еңбек керек. Намаз оқыған кезде бәрі сізді қолдап кетпейді. Сөйлейтіндер болады, жұмыс шығып қалады. 5 уақыт намазының өзіне бекем болыңдар деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол үшін айтып кеткен. Намазға бекем болыңдар, намазға бекем болыңдар. Өйткені намаз оқылатын адамға сынақ келетін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам білгеннен кейін ескертті бізге. Орамал таққаннан кейін бізге сынақ келетін болғаннан кейін орамалға бекем болу керек екен бізді. Әуретті жабу керек екендігін ескертті. Қай құлшылыққа болмасын, біз Аллаға қаншалықты жақындасақ, шайтанға соншалықты адам баласын азғырады ғой. Сондықтан ол намаз оқысақ та өзіміз үшін. Бір нәрсе өзгереді деп емес, Алла тағала бізге бұйырды, біз соны оқу керекпіз. Орамал таққаннан кейін бір чудо басыма түсе салады деп емес, Алла тағала бізге бұл Құранда бұйырды. Алла үшін мен Алланың бұйрығын орындап жатырмын, мен оған иман келтірдім деп тау керек. Біз қашан Алла тағала Құранда амалдар ниетке байланысты болады. Біз қашан мына Құрандағы барлық исламның 5 парызын жүрекпен бекітіп, тілмен айтып, жүрекпен бекітіп, және оны амалға асырған кезде Алла тағала өз ретімен бізге барлығын көркем түрде нәсіп етіп қояды. Ұстаз, осы тұрғыда жаңағындай орамалда шешкен әлеуметтік желілерде сондай блогерлерге қызығып, осы орамалым шешсем қалай болады екен деген бір құйтырқы бір сана деңгейінде төменде бір ой пайда болған бір біздің қыз келіншектер болса қарап отырған сол қыздарға не айтар едіңіз? Ол кісілер не істеу керек қазір? Ең бірінші орамал тақпас бұрын әрине орамалды не үшін тағамыз? Намаз оқымас бұрын не үшін біз намаз оқу керекпіз? Осының түп нұсқасын бірінші жүрекпен дұрыс түсіну керек деп ойлаймын. Ол үшін де білім керек. Ол үшін де тағайындалып келгенде білім керек. Сол үшін интернеттен емес, қандай да бір курсы, центрлардан емес, кәдімгі Алла тағаланың үйі, мешіт бар. Қазір барлық мешіттерде ұстаздар, білікті маман иелері, кәдімгідей бұйрығы бар, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бұйрығынан, сараптамасынан өткен білімді ұстаздар бар. Сол ұстаздың алдына барып, Құран, намаз, ораза, жаңағыдай, енді зекет, садақасы бар деген секілді осы 5 парыздың, соның ішінде әсіресе әйелдерге қатысты ораза, намаз және жаңағы 5 уақыт намазы, оразасымен, орамалмен. Осының түп нұсқасын Құранның аятында Алла тағала бұл жайында бізге не деді? Мен орамал таққым келеді, мен намаз оқығым келеді, ораза ұстағым келеді. Осы жайында Алла тағала бізге не деді? Бұл бізге парыз екенін білемін, бірақ әрі қарай осыны қандай да бір сынақ келген кезде сол сынаққа сынып қалмай толыққанды ұстау үшін осы жолында маған білім беріңізші деп ұстаздың алдына барып білім алу керек. Ұстаз, осы тұста бір тілек пайда болды жүректе. Мысалы, қиналып отырған келіншек, декреттегі ана деге, үйде отыр, жүрегінде сана деңгейінде бір сұрақ, бір көкейінде бір мәселе пайда болды. Енді ол мешітке жүгіріп баруға бөпесі бар деген сияқты. Сол тұста ол отырады, инстаграмын ашады, ана жерде бір мен саған сенің проблеманың шешін айтамын, менің курсыма жазыл 1000 теңге дейді, например. Анаған жазыла салу жеп жеңіл да. Мешітке барып жүгіргеннен гөрі осы тұста ұстаздар өздерінің білімдерін бір мобильдендіру, қазіргі заманауи бір техникалармен сондай мәселелер қарастыра ма? Осы тұста енді реклама ретінде айтып кетейін, көбісі айтады ғой, бұл енді реклама емес деп, бірақ бәрі айтып жатады да. Мен шынығында реклама ретінде де жалпы қазақ қыз-келіншектеріне, жалпы әйел нәзік жандыларға айтатыным, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында әйел қыздар секторының парақшасы бар. Әйел ұстаздар деген парақша, және Динара ұстаз деген парақша бар. Осы парақшаларға тіркеліп алсаңыздар, әйел қыздар секторының парақшасында бүкіл 20 облыс бойынша сектор жетекшілері бар. Және оның қол астында қаншама Қазақстан бойынша 244 ұстаз бар, декретке кеткеннен бөлек. Енді осы ұстаздардың жеке парақшаларына тіркеліп, өзінің қажетті діни сұрақтарын қоятын болса, толыққанды кәдімгі өзіміздің Абу Ханифа мазхабы Матурidi мектебі бойынша жауап береді. Және тегін дейсіз ғой. Және тегін, ешқандай да ақша да сұрамаймыз. Және уағыз насихатқа жұма сайын әйел адамдар уағыз насихат өтеді. Мешітте жұма намазынан кейін соған да келіп қатысып барлық сұрақтарын алса болады. Сондықтан ал енді жаңағы марафон деп қалдыңыз ғой. Енді қазір шындығы керек, діннің насихатын кәсіпке айналдырып алған
Иә, осы мен сұрақтарым ішінде бар еді. Мамандар бар. 1000 теңгеге дұға сатып ал. Иә. Бақыт комбинациясын дұғалары деп мысалы қаншама блогерлер дейші, ол кісілер ұстаздар емес ау. Иә. Сөйтіп өз ұстаздар жаңағы емес. комбинациялар деп дұғаларын сатып жатады. Иә. Енді әрине ол дұға сату дейтін ол дұрыс емес нәрсе, оны айтпаса да түсінікті дұрыс емес екендігі. Өйткені Алла тағала біздің бір нәрсені сатып алуымызға, қандай да бір Алланың құзырына шығу үшін де ешқандай да ақылы түрде төлеудің қажеті жоқ. Алла тағалаға не керек? Біздің бойдаретіміз, құбылаға қарауымыз, екі қол жайып сұрауымыз. Басқа ештеңе керек емес. Тіпті жаңа хайыз дейміз ғой, яғни әйел адамның нифасы 40 күндік қаны келіп жүрсе, немесе етек кірі келіп жүрсе де, біздің бойымызда дәрет болмаса да Алла тағала кез келген жерде қолымызды жайып, қазақша өзіңіздің білген дұғаңызды сұрай беріңіз. Адам үшін не керек? Адам үшін ең бірінші сұрайтын өзіне денсаулық қой. Деннің саулығы, отбасының амандығы, ұрпағының дұрыс тұлға болып өсуі, сүйген жарының аман болуы, отбасы, ата-ана, бауырларының аман болуы, ел жұрттың аман болуы. Иә, енді оның әрине дұғаның өзінің қабыл болатын деп айтамыз, иә. Яғни жаңағы жұма күндері, иә, түннің бір бөлігінде, 3-тен 1 бөлігінде тұру, яғни тахаджуд намазы бар. Дұғаның сұрайтын өздерінің уақыттары бар. Намаздың өзінің 5 уақыттың намаздың уақыты бар. Тахаджуд дейтін намаз бар. Ең кереметі тахаджуд намазы, яғни кімде-кім тұрып дәретін алып, тіпті намаз оқып білмесе де құбылаға қарап дәретін алып, басына орамалын тағып, бисмилласын қандай дұға сүре біледі, соның өзін айтып, қолын жайып Алладан сұрайтын болса, Алла тағала қолының жайған қолының дұғасын құр қайтаруға ұяламын дейді ғой. Яғни кез келген дұғаны Алла тағала қабыл етеді. Тек қана сол дұғаның қабыл болуы үшін мына жақпен сұрау керекпіз ғой, жүрекпен, тілмен емес. Бізде көбіне жаңағыдай жақсы нәрсе оқыса да, істесе де тілмен жасайды да, мына жақта жоқ. Сонымен шәкірттерге айтамын, Құран оқысаңыздар да тілмен емес, жүрекпен оқыңыздар. Және жүрекпен оқылған Құран, жүрекпен оқылған насихат, ол тілде сайрап қана қоймайды, ол кәдімгі күнделікті өмірде, амалда. Құранда не дейді? Ата-анаға туф демеңдер дейді ғой. Сіз өмірде Құранмен амал етіңіз, сіздің өміріңіз Құран болсын, сіздің сөйлеген сөзіңіз Құран болсын, сіздің іс-әрекетіңіз Құран болсын. Ата-анаға туф демеңдер дей ма? Ата-анаға жақсылық жаса, тісін емдеп бер. Иә? Денсаулығын бір дәрігерге қаратып қой. Бір көйлегін, нәскиін, іш киімдерін әперіп қой. Үлкен кісілер ондай нәрсеге бара бермейді, мысалы. Кез келген келіндерге әсіресе айтамын мен. Жаңа айтады ғой, жаңа біз ата енеммен, жаңа әсіресе енеммен келіспей қалдық деп. Мен айтамын, кеңіске күшті техника айтамын. Сіз не айтасыз дейді, бергеніңіз деймін. Осы жұмада жақсылап тұрып, ертең жаңағы апа дейсіз ба, мама дейсіз ба, ене ана дейсіз ба, жаңағыда мама дей беріңізші деймін. Кейбір айтады, ұстаз, мен өзім мамамды мама деймін, басқа адамдар мама деп айта алмаймын деп. Мен айтамын, сіз айта алмайтыныз, сіздің Алла тағала сізге кез келген сөйлеу жаңағы тіл қабілетін берді ма, мама деп те айта аласыз. Тек қана мына жер сізді айтпай тұрған нәпсі егаңыз, сындырып тастаңыз да лақтырып жіберіңіз деймін. Ұстаз, оп-оңай жеп-жеңіліп айтасыз. Мен айтамын, соны істеңізші сіз. Сіз қарсы тұрыңыз өзіңіздің нәпсіңізге. Орамалға байланысты қарсы тұрыңыз сіз. Жоқ, қанша жерден шайтан азғырса да мен шешпеймін жаулығымды. Бұл ақ жаулығым менің аманатым. Ет шешіп жатқандардың барлығы ертең талай мәйітті жуып алдымыздан талай мәйіт өтіп жатыр мысалы. Талай әйел адамды жуындырып, талай қаласа да, қаламаса да, ертең демін таусылғаннан кейін қаласа да, қаламаса да жуындырамыз, қаласа да, қаламаса да кебіндейміз. Яғни орамалын тағамыз, кебін тағамыз, ақтық сапарға солай шығарып саламыз. Бізді де солай шығарып салады, басқаны да солай шығарып салады. Сондықтан бұл құлшылық не емес та, жаңағы қалай айтсам, ойыншық нәрсе емес. Иә, таптардай әйел адамдар бала тәрбиелеп отыр, 18 жастағы қыз шешіп тастап түсінер едім, өмір көрмеген ғой деп. Енді саналы түрде жаңағыдай қаншама құлшылық қылып жатыр. Қазір 2-ның бірі умраға барып жатыр мысалы. Иә, қасиетті мекенге барған кезде жай ғана барып келмей, сол жерде Алла тағала бір сәті түсіп өзіңнің алдыңа қонақ етіп келіп отырмын. Менің осындай өзіңе мұқтажбын, дұғамды қабыл етші деп. Әрбір құлшылықта нәпсіні жеңу керек. Харам нәрсені жемеу керек, харам нәрсені ішпеу керек, адалынан жеу керек. Кез келген жерден адал табу қиын мысалы, иә? Кез келген жерде мысалы жаңағыдай әдемі прическа, әдемі жасап, ашық әдемі көйлекпен жүргісі келеді, нәпсі жүргісі келеді. Бірақ оны үйде де жүруге болады.
Үйде солай жүрсеңіз, жаным ау деймін, сіздің ер азаматыңыз көзі ешкімді көрмейді ғой. Иә, сіз жарқырап жүріңізші. Лям көйлекті үйде киіңіз, қып-қызыл қылып ерніңізді бояңыз, шашыңызды көтересіз ба, бұйдыралайсыз ба білмеймін, әдемі ер азаматтың дөкейіңізді шашыңыз. Кім айтты исламда әтір шаш болмайды деп? Бірақ өзінің шектеулі орындары бар. Үйде ер азаматыңның алдында шашу керексіз. Кім айтты боянуға болмайды деп? Үйде ер азаматыңыздың алдында боянасыз. Кім айтты сізге әдемі көйлек киюге болмайды деп? Ер азаматыңыздың алдында кие аласыз. Сіз сол киімді киіп, сол әтірді шашып, сол прическаңызды жасып, сол макияжыңызды жасып, есіңізді ашыңызшы. Нағыз бриллиант үйде отыр. Ер азаматқа сырттаған дүние, ол үйге асығатын болады. Солай сіздің үйдегі қарым-қатынасыңыз ер азаматпен күшті болатыны. Былай айтқан кезде балаларыңызға деген бүкіл даладағы балаға бермей қойыңыз, бірінші үйдегі баланы жақсылап тәрбиелеңіз. Сол сияқты ата-анаға туф деп жаңағыдай әңгімеме айналып келетін болсам, сіз ана деп жаңағы бейсенбі күні жақсылап бір ваннаға шомылдырыңыз, аяқ қолын тырнағын алып беріңіз, креміңізді жағып беріңіз. Бірінші күн түсінбей қалуы мүмкін, ол ене шок болуы мүмкін, мен келін бірдеңе қағып кетті ме, не болып мына қызға деп, мысалы келінге. Бірақ екінші апта жасайсыз, тағы да ол үшінші апта үйренеді. Айтады, маған не болды мына қызға, керек емес деп айтады ғой. Мен айтамын, керек емес болса да жасаңыз. Төртінші аптада уже өзі күтіп отырады, қазір келінім келді, мен шомылар деп. Білесіздер ме, ең қиыны ер азамат болсын, әйел адам болсын, қарт үлкен кісілерге өздері шомылу қиын. Ойлаңызшы, мен айтамын дегенде қазір айтсам жылап қаламын. Кішкентай кезінде арқаң тысқылап тұр, жуды ғой деймін да. Енді қарт болып өздерінің қолда артқа қарай жетпей жатырған кезде, келіңіз анам, мен жаңағы не дейінші деп, иә, сіз оның келінісіз, бірақ міне мен баламды кезінде жаңағы ата-ананың үміті ақталды дейтін, осы жуындырып балам тай-тай басып, аузына тамағын салып, 2 жасқа дейін омырауында ұстап, одан кейін жетекте ұстап, студент болып жан-жаққа кеттік қой, жүрегін ұстап. Ал сіз сол анаңызды бір рақаттанып, баняға апарасыз ба, шомылдырасыз ба, тіпті ваннаға алып, бір салып тұрып, әдемілеп жуып, таза киім беріп, мына іш киіміңіз, нәс киіміңіз деп беріңізші. Жаңа киім киіп, жаңа тырнағы алынған, кремін жағып, қандай өзін приятный сезінеді деймін да. Және ол адам ана ойланады да, сізге деген көзқарасы 100% өзгеретін болады. Жаңа кеткеннен кейін кәмпиттерін, жаңа пакетпен шайын алып келеді, ұстаз алыңызшы деп. Не үшін керек емес деймін ғой. Ұстаз сіздің айтқан техникаңыз, техника деп айтпайды, қазір тілмен техника деп кетіппін ғой. Өткендегі айтқаныңызды мама жасап едім, қазір қарым-қатынасымыз күшті, сізге Алла разы болсын деп, жаңа шайларын әкеліп құшақтап рахметтерін айтып жататын қыздар болады да. Ер азаматына, бала шағасына кез келген мәселеде осындай тұстарын айтқан кезде шынымен өзгереді отбасы. Просто біз істемейміз сол нәрсені жасаған кезде, Алла көруші ғой, Алла тағала көруші, сәми естуші, басир, барлық нәрсені білуші. Сондықтан адам баласы өзі өзгермейінше Алла мені өзгертпеймін деген осы сөз осындай іс-әрекеттен шығатын нәрсе. Сондықтан орамал шешуіме анау мынау деп алыстан етпек, әр адам өзімен жұмыс жасау керек. Иә, екі дүниенің бақытына жеткізетін, сонда тегін әрбір үйдің, әрбір мұсылманның төрінде тұрған Құран кітапты егерде саналы түрде оқыса, жауабын іздеп табады. Мен осы тұста бір әңгіме айтқым келеді. Біздің отбасылық жақын адамдарымыз бар. Ол кісілердің қыздары тұрмысқа шығам деп итальянец таңдайды. Содан жаңағы кісілер өздері намазхан мұсылман кісілер, ол кісілер қарсы болды. Итальянецқа қызымызды бере алмаймыз деп, болмағаннан кейін енді 2 жас бір-біріне ғашық болып тұр, шетелде оқыған. Содан бір шартым бар деді кейін папасы, мұсылмандық қабылдаса деп. Сөйтіп жаңағы итальянец күйеу баламыз мұсылмандықты қабылдайды, 2 жас үйленеді, үйленгеннен кейін екеуі Канадада өмір сүреді, сол жаққа көшіп кетеді. Шамалы уақыттардан кейін жаңағы итальянец күйеу баламыз 5 уақыт намазға тұрыпты. Оны естіп бәріміз қуанып, сонда Канадада жамағаты бар ма, қандай адамдармен араласып жүр, енді осынша аз уақытта намазға тұрып кету десе, жаңағы күйеу бала айтыпты, мен ана Құран кітапты оқыдым, ғылыммен сәйкестендіріп зерттедім. Ананың ішінде барлығы біз зерттеп жүрген ғылымда, биологияда, астрологияда, барлығы психологияда, барлығы жазылған ғой. Ана кітапты оқып, сен Аллаға бармай 5 уақыт намазын орындамай мүмкін емес. Мен мойындадым деп жаңағы бір үйде отырып өзі Құран кәрімді оқып, сөйтіп намазға жығылып кеткен екен. Сонда жаңағы ғылыми тұрғыдан
жүрегіңді ашып ғылыми тұрғыда зерттесең, Құранда барлық жауаптар бар ғой. Иә, барлық бар. Сол үшін мен үнемі шәкірттерге айтатыным, бақыттың кілті Құранда деймін. Бақыттың кілті Құранда. Сіз кілт істеп жүрсеңіз бақытты болғыңыз келсе осы тұрғыда ұстаз, енді әркім бірден Құран нетіп алатындай IQ дейді, енді әртүрлі сана деңгейіміз әртүрлі ғой. Бірден Құраннан барып жауап іздей алмайсың, оған да келу үшін бір этап, бір жолдардан өту керек шығар, иә. Осы тұрғыда жаңа психологтарға айналып келгенде бару бірінші жол, мысалы, өйткені адам өзін таныса ғана Алласын таниды ғой. Енді бұл жерде психологқа барғанда, егер барған психологы жүрегі иманға байланған, тілінде калимасы бар, бір Аллаға иман келтірген жан болса, оның нәтижесі әрине Құранға апарады, оның нәтижесі ұстазға апарады, оның жолы дұрыс бағытпен бағытталады. Ал енді барған психологы құдайсыз біреу болатын болса, нағыз адасқанның жолы ғой. Сондықтан бұл жерде мен психологтарды жоққа шығарып, жалпы психолог мамандарды жаңағыдай дұрыс емес деп мойындамау емес. Психолог ол арнайы маман саласы, арнайы кәдімгі білім ол да. Бірақ сол маманның жүрегінде Алласы бар маман болса, нағыз маман дер едім. Өйткені, кешіріңіз, өйткені сөзіңізді бөліп жібердім, өйткені қаншама психолог ұстаздар да бар бізде. Діни оқу орнын оқыған бірінші, екінші маманы психология мамасы. Екеуін ұштастырып, қаншама керемет кәдімгі алдына келген жанның дұрыс бағытын көрсетіп жүрген. Осы тұрғыда менде екінші тілек пайда болды. Қазір заманауи неге байланысты, осы қарқынға байланысты, Нұр Мүбарак сияқты университеттерде ислами психология деген бір қазір заманға сай бір сондай жеке кафедра, факультет ашылса. Енді қазір Евразийскийде бар. Евразийскийде психология, дінтану психология мамандығы бар. Оқып жатыр біздің ұстаздар. Кейбір ұстаздарымыз. Нұр Мүбаракта енді психология маманды бойынша ашылып жатыр. Ашылып жатыр, иә. Әлия ұстазымыз, біздің сол жақтағы ол кісі психолог маманы, Нұр Мүбарактың ұстазы, білікті, өте керемет жан. Сол кісінің бір жарнамасында, жалпы Нұр Мүбарактың университетін жарнамалап жатырғанын, осындай мамандық ашылып жатыр, кафедрасы ашылып жатыр деп өте қатты қуанған болатын. Сондықтан әр нәрсе өз кезегімен, уақытымен ғой, бұйырса Нұр Мүбарак университетінде де психология факультет мамандығын құдай қаласа. Өте керемет жаңалық. Жақын араларда көріп қалармыз. Ұстаз, енді сұрақ демекші, қазір өзім байқағаным, кез келген бір ақида сұрақтары болсын, басқа да фиқх сұрақтары болсын, бірден ChatGPT-ға жазу әдетке айналып кетті. Тұрмыстық мәселелер, анау харам ба, мынау бола ма, болмай ма деп. Сол қаншалықты ChatGPT дұрыс жауап береді? ChatGPT-ді енді айта алмаймын, шыны керек, ашығын айта, тіпті ол нәрсені қолданбайды да екенмін. Енді естуім бар, бір-екі рет скачет оны қайтан өшіргенім де бар. Негізі ең дұрыс білім ол кітап қой, кітап, әдебиет. Ең дұрыс білім неге әдебиет, кітап? Өйткені діни мамандарға оқу үшінде және қарапайым халықта өзінің діни тұрғыдан сұрағына жауап алу үшін діни кітаптарды оқу керек болады. Өйткені ол кітаптардың барлығы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында сараптама бөлімі бар. Кез келген кітап сараптама арқылы өтеді. Егер оның ішінде қандай да бір ақида мәселесі деп жатырсыз ғой, иман негіздеріне яки ислам негіздеріне, фиқх сабағына байланысты, ақида сабағына байланысты, осы ислам негіздеріне қатысты кітаптарда бір дұрыс емес қате жерлер болатын болса, ол кітап шығарылмайды. Түзетіледі, түзетілгеннен кейін тағы да тексерістен өтеді. Тексерістен, яғни Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сараптамасынан өткізілді деген арнайы таңба баспасы бар. Сондай кітаптарды оқуға кеңес беремін мен барша оқырмандардың. Тіпті кітап оқығанның өзінде кез келген кітапта емес. Ал енді ChatGPT-ге өзім жалпы жеке көзқарасым, ол тіпті бір адамды толыққанды айтып береді деп, Алладан басқа бізді толыққанды ешкім тани алмайды. Сондықтан жеке көзқарасым бойынша да, жалпы өзімнің ойым бойынша да ChatGPT-ға онымен бірге байланыста болу менің жеке көзқарасымда қолдай бермеймін. Кітаптан артық алтын құн жоқ қой негізі.
андай мәселе болады ғой, жаңағы бірдеңе кафеде отырсын, тамақ әкелді, бұл халал ба, харам ба, халал ма деген сұрақ пайда болады, кітап іздеп жүгіріп кетпейсің. Осы тұста өзімнің наблюдением айтқым келеді. Кейбір сұрақтарға ChatGPT дұрыс жауап береді, кейбір сұрақтарында дұрыс емес жауап береді екен. Көрдіңіз бе? Кейбір сұрақтарында 100% емес, ал кітап ол 100%. Өйткені біздің муфтиятпен тексерілген, мөрі басылған дейсіз ғой. Өйткені кітаптардың өзінде нақты, неге? Тіпті сіздің оқып отқан хадисіңіз, аятыңыз, яки сіздің оқып отқан қандай да бір ғалымның, қандай да бір дана біздің дүниеден өткен ата-бабаларымыздың ұлағатты сөздерінің өзі астыңғы жағында сызып қойып, мына кітаптан, мына энциклопедиядан, мынандай кітаптан, мынандай әдебиет, мынандай беті, кәдімгі қай несі страницасы толығымен жазылып тұрады да. Сондықтан өзімнің қызыма да, өзіме де жаңағыдай айтып отырмын ғой, басында қызығушылық ретінде болды. Шыны керек қорқып кетесің. Мынау өзі адам ба, кім өзі деген сияқты. Ол тіпті бұның зиянды жағын айтқым келеді. Балаларға, біздің жас ұрпақтарымызға іздену дейтін нәрсені бойынан жоғалтып жатыр. Ойлану, іздену, ойлану. Өйткені ойланбайды, ана жасап дайын материалды бере салады. Яғни кейде ойлаймын, осыны шығарып жатқан адамдардың өзі, енді бұл да техника мақсаты біздің ұлттық құндылықты, сананы жою ма деп қалады. Былай айтқан кезде қарусыз майдан ғой. Біздің ұрпағымызды жоқ қылу үшін. Ойланбайды адамдар. Тіпті қазір біз бір-бірімізді іздемейміз ғой, ашығын айтқан кезде. Апталап, айлап, чат бәрімізді бір үйде отырған сияқты, бірақ шындығында звондап, яки шындығында барып зиярат етіп, Астана тұрып жатырмыз, соңғы рет қашан көрістік ағайынмен білмеймін. Сапар дейміз, жұмыс дейміз, басқа дейміз, мысалы. Ағайын туысқанның арасындағы, қиямет жақындаған сайын ағайын туысқанның арасындағы татулықты, сыйлықты алып қоям дейді ғой. Алып қою үшін түседі дейді, Жәбірайып періште. Ағайын туысқандардың қазір араласатыны. Тіпті бір әсім етке шақырса да, міне ет асып жатыр, келе қалыңдар дейді. Біледі сіздің келе алмайтыныңызды. Бірақ жаңағыдай дүниелер іс-әрекетте. Сондықтан ұрпағымызға шындығында қабілетті, дана, ойланатын, сондай толыққанды ұрпақ тәрбиелегіміз келсе, асыл кітаптан, мен бұл тек қана діни деп жатқан жоқпын, кәдімгі әдебиеттер, батырлар жолы, ертегілер, балаларымыздың дамуына қазір не бір әдемі кітаптар шығып жатыр. Daстандар небір, Мұхтар Әуезовтің Абай жолдары, осының барлығын тіліміздің, балалардың ДЦП жаңағы зыр дейма, әртүрлі нелер бар ғой, жаңағы аттармен аталатын балалардың дамуы, логопедке барып жатырмыз мысалы. Баяғыда біздің кезімізде, яки бізге дейінгі ондай нәрселер болмаған. Ауылда өстік қой, енді ананың баласы мынандай деген ешқандай. Мен осы соңғы кезде барған кезде ауылға көшеде арбамен алып жүрген балаларды өте көп көрдім. Менің кішкентай кезімде ауылда арбамен жүрген, көшеде жүрген адамды көрмеппін. Тіпті қарт адам болса да. Үйде отырып жатып қалыпты деген адамдарды естиміз, бірақ көшеде коляскамен, инвалид адамдардың отыратын коляскасында отыратын, ондай балаларды көрмеппін ешқашан. Қанша жылдан кейін, осы 40-тан аса жасымда, 40 жасымда барып отырмын ғой енді, ауылға барған кезде, соңғы жылдары, кәдімгі 2-3 үйден кейін қарасаңыз, арбамен бір, яғни сау баланың дүниеге осылай келіп атқанды да кейде ойланасың да, бұның артында біз адам баласы не нәрседен қателік, не нәрседен шикілік танытып жатырмыз деп. Сол үшін де біздің балаларымыздың саналы ойлау қабілетінің жақсы болу үшін кітаптан асқан алтын дүние жоқ. Дұрыс айтасыз, жаңа ChatGPT деп жатырмыз ғой, осы көрермендерге пайдалы ақпарат болсын. ChatGPT-ға жазғанда, егер де міне сізге тез арада жауап керек болса, міндетті түрде Ханафи мазхабы бойынша осынша бола ма деп міндетті түрде соны ашып жазу керек екен. Кейде мен жаңағындай сұрақтар қоям, маған қате жауап береді. Неге қате жауап бердің, олай емес қой деп тексеріс үшін жазған болсам, жауап береді. Мен ана мазхаб бойынша жазғам деп.
басқа масхаттың көрдіңіз жауабын ба? береді екен. Иә, Көрдіңіз ба? Сондықтан оның теріс бағыты өте көп та, тіпті сіздің өзіңізді адастырып жіберейін деп отыр мысалы. Сондықтан ондай техниканың бәрін өшіріп тастап, неде инстаграмда пәтуа бөлімі деп халал тамақ жеңіз ресторанда білгіңіз келсе, халал дамудың не парақшасын ашсаңыз, ол жерде не жеуге болады, қандай ресторанда, қай қалаларда, қандай точка көшесі бәрін шығарып береді. Иә, әйел қыздар секторына қатысты, әйелдерге қатысты оған да жауап береді. Пәтуа бөліміне қатысты жазсаңыз, оны да шығарып береді. Кәдімгі инстаграм парақшасы, муфтият парақшасына тіркеліп алсаңыздар, барлық колл-центрлары мен барлық сұрақтарды муфтият кз сайтынан таба аласыздар. ұстаз осы тұста пәтуа демекші. Мен алдында сізге айтқан болатынмын, неге осы жерде бір ресми пәтуа жоқ деп. Қазір бір енді өте өзекті тақырып. Не нәрсеге байланысты? Мысалы, тоқал алу жөнінде. Кейбір азаматтар тоқал алуда бәйбішеге ескерту керек дейді. Кейбір азаматтар жоқ, ескерту міндетті емес деп жатады. Осы тұрғыда біздің ханафи мазхабы бойынша қалай дұрыс? Деп біраз пауза жасаймын ба? Бұл тақырып бойынша негізі шыны керек ашқым келмеген. Себебі қоғамда бұл өте өзекті мәселелердің бірі. Бірі түсінеді, бірі түсінбейді дегендей. Тіпті түсініп қарасақ та өте нәпсіге ауыр әйел адам үшін өте ауыр тақырып. Енді қазір шыны керек бір нәрсені айтуға да қорқасың. Неге? Себебі дұрыс айтқан сөзіңнің өзін бұрмалап, қиып дейсіз ғой. Қиып, теріс қаратып, сосын міне пәленше ұстаз осылай айтып жатыр деп жарқырататын жалғанның заманы келді ғой қазір. Сіздің өзіңіз ойдан шығарған дүниеңіз емес, бұл біздің қоғамдағы бар зат. Біз қазір енді оны жаңа ауруын жасырған өледі деп жасырмай, оны айтпай қоя алмаймыз. Бар дүние. Бірақ осы кезде жаңа пәтуа бойынша ер азамат әйелін ескерткен жөн бе? Немесе олардың құзырында айтпай жасырын түрде екінші әйел ала беруге болады ма? Енді ханафи мазхабы бойынша не айтылады осы тұста? Енді пәтуа беріп айтатын әрине мен емеспін. Пәтуа бөлімінде арнайы жалпы мына отбасы мәселесінде, бірнеше әйелдер алу мәселесінде, ажырасу мәселесінде, талақ мәселесінде жалпы шариғатқа пәтуа беретін, шешім шығаратын құзыретті органдар бар. Жоқ, пәтуа беретін бөлім бар. Бұл сұрақты негізі сол пәтуа бөліміне қойсаңыз арнайы дұрыс болатын шығар. Бірақ өзімнің жеке көзқарасым деп айтсам бекем, жалпы өзімнің ойым бойынша, жалпы айтатын болсам, енді өзімнің көзқарасым бойынша айтатын болсам, кез келген ер азамат егерде ол бірінші бұл мәселеде ойлану керек та, екінші әйелді не үшін алып жатыр? Қандай себеппен? Нәпсі үшін ба? Ұрпақ тарату үшін ба? Әлде әйелі қайтыс болды, балаларына қамқор болатын әйел алу үшін ба? Яки басқа бір себеп бар ма? Бірінші осы мәселеде қарастыру керек. Өзін үшін ба, Алла разылық үшін ба деген ғана сұрақ қой бұл кезде. Иә. Енді бұл мәселеде бірінші әйелге міндетті түрде алатын ер азамат болатын болса, міндетті түрде ескерту керек. Ескерту керек, өйткені ол әрине Алла қосқан ең бірінші сүйген жары. Балаларының анасы, яғни былай айтқан кезде енді үйінің бәйбішесі ғой, ең жаңағы отбасын құрғандағы. Сондықтан егер бір себебімен алатын болса, себеп жаңағы ұрпақ мәселесі, я болмаса тағы да бір сол сияқты нақты бір үлкен себептер болатын болса, бірінші әйелге міндетті түрде ескерту керек. Тығылып, айтпай, ол нәрсе шикіліктің, ол жағдайдың арты жақсылыққа апармайды ертең. Өйткені айтып отыр ғой, әйел адам біз сезімген, жаңағыдай берілетін нәзік жандылар, жүрек мәселесі бар. Ертең ол одан сайын ұлғайып, одан сайын тіпті бір отбасының ажырасып кетуіне әбден апару мүмкін. Сондықтан қандай да бір ер азамат өзінің жағдайына байланысты, бір себептеріне байланысты екінші әйел алуға бел болатын болса, міндетті түрде бірінші әйеліне ескертіп, міндетті түрде бала шағасына ескертіп, өйткені ол екінші әйел бір зат емес қой, оның да отбасы, оның да қайын жұрты, оның да ата-анасы, оның да ағайын туысқандары бар. Яғни екі жаққа бірдей әділ болам деген шешіммен сондай бір қадамға баратын болса, бірінші әйеліне міндетті түрде ескерту керек.
Иә. Ал ар жағын ол қалай пәтуасы қалай болады, оны біздің пәтуа бөліміне жолдап жауабын сол жақта алсаңыздар болады. Бұл кез келген әйел адамның жүрегіне ауыр тиетін, нәпсіге ауыр тиетін тақырыптардың бірі. Енді бір жақты ғана қарауға болмайды, жаңа айтып жатырмын ғой, екінші жағынан да болады. Кейде ер азаматтар болады, жаңағы ұрпақ сүю үшін, мысалы бірінші әйелі бала сүйе алмайды. Яғни енді Алла тағала Құранда айтады ғой, Құранда Алла тағала айтады, қаласам қыздан берем, ұлдан берем, ұлды да қызда берем, егіздерді де берем дейді. Екеулетіп егіздерден, қаласам бедеу етем дейді. Яғни мүлдем бала әкеле алмайтындай қылады. Алла сақтасын, бірақ кейде адамның өмірінде, табиғатында сондай бірінші әйелі бала дүниеге сүйе алмайтындай, бала әкеле алмайтындай жағдайда болса, медициналық тұрғыда кәдімгі зерттеліп қаралған, онда жаңа екінші әйелді ұрпақ көру үшін, ұрпағын жаңағыдай тарату үшін сондай мақсатта алса болады да. Онда да жаңағыдай алатын, кемтар әйел адам болу керек, немесе жесір болу керек, немесе күйеуі қайтыс болып кеткен балаларына жаңағыдай қамқорлық көрсету үшін деген сияқты өзінің шарттары бар. Егер ер азаматта шариғатқа сай, шариғаттың талаптарына сай алатын болса, әрине оған Алла тағала рұқсат беріп қойғаннан кейін бұл мәселеде біз Аллаға яки Құранға қарсы шыға алмаймыз. Бұл нәрсені біз қаншалықты нәпсімізге ауыр тисе де, бұны біз қабылдауымыз қажет. Және ұстаз, осы тоқал тақырыбы бұл қазақ даласына тек қана исламмен келген жоқ қой, ол о баста біздің ата дәстүрінде бар дүние. Енді ата-бабаларымыз енді осындай тектілікті тарату үшін, жаңа айтып отырмын ғой, тағайындалып келген кезде ұрпақ сүю үшін алып отырған. Оны біз тарихты жоққа шығара алмаймыз. Яки жаңағы әмеңгерлікке, жаңағыдай балалар жетім жесір қалып, басқа бір жаңағы әулеттің, басқа бір ұрпақтың жаңағы несінде жаңағы енді әйел адам ары қарай басқа бір әулетке тұрмысқа шықса, ұрпағы жаңағы өзінің балаларынан көрген немерелер болады ғой, енді басқа бір әулетке, я болмаса басқа бір руға жаңағыдай нетіп кетпесін деп қалай айтсақ болады, басқа бір әулеттің руына кетіп қалмасын деп өзінің жаңағыдай ұрпағын сақтап қалу үшін әмеңгерлікке ағасына немесе інісіне солай алып беріп отырған. Біз оны тарихтан оқыдық, білеміз, тіпті кейбір жандардың ағайын туысқан арғы аталарынан да кездескен бұндай нәрселер. Сондықтан атамның екінші әйел баласының кәдімгі ағайын туысқандарымен араласып келе жатқан білеміз. Қазіргі қоғамда да біз жақын жандарымыздан білеміз, бірінші, екінші әйел бар, олардың бала шағалары бір-бірімен араласып, бір-біріне қамқор болып жүрген деген секілді. Ол қоғамда бар нәрсе, бізге дейін де болған, енді бізден кейін де ол ары қарай жалғаса беретін де шығар, бір Алла біледі. Біз қазір айтып отқанмен біздің басымызға ертеңгі не түсетінін де білмейміз. Кейде болады, көптеген қыз, әсіресе енді біз қыз-келіншектермен жұмыс жасағаннан кейін күйеулері қайтыс болып кеткен, яки тұрмысқа шығып, енді тағдырдың бір жаңа келіспеушіліктермен екі жаққа кетіп ажырасқан қыздар болады. Кейде болады жаңа карьера, жұмыс, қызмет деп жүріп қалған қыздар болады. Кейде сондай қыздарға қарап шындығында жаның да ашиды. Қарап отырсаң, қазақтың қара домалақ қыздары, қара көз қыздары, олар да бақытты болуға лайықты. Біз өзіміздің қызғанышымызбен мысалы оларға былай айтқан кезде енді жаңағыдай қаншама қызы, олар да ана болуға лайықты, олар да бір жардың сүйіктісі болуға лайықты, олар да жаңағы дүниеге сәби сүйіп ана болуға лайықты, әйел бақытын көруге лайықты дейміз. Ал енді мынандай іске шындығында келген кезде жаңағыдай нәпсінің, қызғаншақтықтың деп, сосын зина дейтін нәрсе қоғамда болмас еді, егер де шындықтан әрбір азамат шындығында үшеуден, төртеуден кәдімгі ата-бабаларымыздың кезінде алып, барлығын ұрыстырмай, қырылыстырмай, бір-бірінің балаларына теңдікпен қарап, әділдікпен қарап, жаңағыдай балаларына барлығына бірдей жағдайын жасап деген сияқты, әйелдердің барлығының жағдайын жасап, сондай қоғамда ер азаматтар әділ болатын болса, бұл жерде әйелде емес, ер азаматтар әділ болатын болса, екінші қылып алып, үшінші қылып, төртінші қылып алып, жаңағы өздерінде зинадан сақтайтын еді, қаракөз қазақ қыздарында зинадан сақтайтын еді, және басқа ұлт өкілдеріне тұрмысқа шықпауына да кепіл болар еді.
бірақ бұл жерде ер азаматтықтардың батырлығы, әділдігі, қамқорлығы керек, әйел адамдардың сабырлығы мен даналығы керек. Ондай деңгейде ұстап тұру үшін. Өкінішке орай бізде қазір бұл мәселе өте ауыр мәселе. Бұл жерде ер адамға болсын, жаңа тоқал болып шығайын деп тұрған әйел адамға болсын, тек қана бір фильтр сұрақ. Кім үшін? Мен өзімнің нәпсім үшін бе, әлде Алла разылығы үшін бе? Алла разылығы үшін бе, Енді көбіне Алла разылығы үшін деп алатын болса, Алла тағала сол амалына қарай оның да берекесін береді. Мысалы, 2 баламен, 3 баламен Алла разылығы үшін қамқор болам деп алған талай азаматтарды көріп жүрмін. Әп-әдемі 2 семьясымен де әп-әдемі кәдімгі өмірде араласып жүргенде семьялармен, отбасымен. 2 жақ әйел адамдар, тіпті 2 жақ әйел адам бір-бірімен кәдімгі құрбы сияқты, әпке сіңіл сияқты бір-бірімен керемет араласады. Пәленшесінің үйінде ремонт болып жатса, ол қандай дана әйел көрсетіп ол дана әйелді қоғамда әрине ол кісілер туралы мынау деп айта алмаймын. Енді дастархан дәмдес болып бір түсіп қалып жатырса таныстырамын. Кейде ол кісілер айтамын ғой, сіз Алла тағала әркімге әртүрлі сынақ береді ғой, бірақ сіздер, мен ол кісіге айтамын да, сіздің даналығыңыз, сіздің мынандай, енді бірінші бәйбішесіне айтамын, сіздің даналығыңызды қасында жүрген кезде дұға етеміз ғой бір-бірімізге, айтамын ғой, сіздің даналығыңызды берсін маған деп. Сондықтан бұл мәселеде ер азаматтардың бірінші ұрпақ мәселесі тектілігі, одан кейін әйел адамдардың тазалығы, ер адамның өзіне де тазалық, мысалы Құдай сақтасын, мысалы басқа біреуге зинаға барып келмей, мысалы өзінің адал неке қиған адал әйелі болатын болса, әйелдердің арасында тазалықты сақтайтын. Ұстаз, біздің подкастымыздың дәстүрлі сұрағы бар. Біздің көрермендеріміздің жүрегіне, санасына ем болатын, шипа болатын, даба болатын бір әдемі витамин сөзіңізді арнасаңыз. Енді мен витамин сөзім дұға болсын. Әрбір қыз келіншекке, жалпы қазақ даласындағы әрбір нәзік жандыларға айтатыным, Алла тағала баршаларыңыздың отбасыларыңызға 2 дүниенің бақытын, жақсылығын нәсіп етсін. Жаңа айтып кеттім ғой, бақыттың кілті ол Құранда деп. Жүрегіміз иманға толы болсын, тіліміз калимада болсын, жүрегіміз және әрбір амалымыздан Құран көрінетіндей болсын дегім келеді. Және әрине Алланың сүйікті құлы болайық, пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлем болсын, шапағатшы болатын үмметінен болайық, сүйген жарымыздың жүрегінде де жанында да әрқашан сүйіктісі болайық, ата-анамыздың разы болған перзенттерінен болайық, және салихалы ұрпақтың дана, салихалы, сұлу ханшайымы, анасы, әйелі, әжесі болайық дегім келеді. Әумин, ұстаз, өте сондай өзекті керемет сұхбат болды. Тағы да рахмет айтамын, Алла разы болсын. Бүгін біздің подкастымыздың спонсоры Витагам халал мармеладтары. Сіз оны жақсы білесіз. Сол мармеладты сізге үйдегі құмшағыңызға сыйлық болсын деп бергіміз келеді. Рахмет екен, Алла разы болсын. Біздің Фатима қазір 1-ші классқа барды ғой, үнемі осы витаминді өзіне ғана алмайды, бүкіл мектепке 92-ші Әл-Машани, жаңағы Ақжан Әл-Машани атындағы мектепте 92-ші лицейда оқиды, және сол жердегі сыныптағы балалардың барлығын алып барып тапсырып жүреді. Жүрегі кең, қолы ашық жан өзінің қызы. Бақытты болсын. Алла разы болсын. Рахмет үлкен. Өсіп өне беріңіздер. Ай, жаным, қандай күшті. Рахмет жаным, Алла разы болсын. Машалла, қандай күшті. Фатимушка. Машалла, рахмет үлкен. Рахмет, алтыныңызды бөлгеніңізге. Сізге рахмет, Алла разы болсын. Машалла. Қандай сүйкімді. Оның бәрі Фатимушка. Машалла, қолың бәрі көп болады. Бәрін ала алмай қойыңыз. Мен мектебіне таратып берсін. Жаным, рахмет үлкен, Алла разы болсын. Күшті подкаст болды, берекелі болсын, пайдалы болсын. Машалла, әумин, иншалла. Ушу шығармайды, қайдаларға қайып болмайды. Берекелі мұсылмандардың жүрегіне ізгі болатындай, иншалла. Осыдан кейін бүкіл ер азаматтар 2-ші әйел алып кетіп, мен миллион подписчик жинап ана жерде қайып болмай жатайық. Рахмет, Алла разы болсын.